Баршаларыңызға сәлем. Ерекше дәмді болып шығатын қамырдан жасалған құмыра қуырдағын жасайтын боламыз. Каналым ұнаса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен 250 грамм етімізді 4 бұрышты етіп, майдалап турап аламыз. Бір дана орташа пиязымызды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Орташа 2 картопымызды 4 бұрышты етіп турап аламыз. Қалауыңыз бойынша 1 дана помидор, тәтті қызыл бұрыштың мен жартысын ғана қостым. Оны да 4 бұрышты етіп турап аламыз. Бүккіштен өткен 2 түйір сарымсақ қосамыз. Ұсақтап туралған аскөгімізді, қалауымызша дәмдеуіштерді қосамыз. 30 мг сұйық майымызды құйып, жақсылап қоспаларды араластырып, бетін жауып 30 минутқа қалдырамыз. Енді қамырын дайындаймыз. 250 грамм ұнымыздың үстіне 1 жұмыртқамызды, тұзымызды, қопсытқышымызды, 30 грамм еріген сары майымызды, жылы суымызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын, бетін жауып 10 минутқа тындырып қоямыз. Енді қамырымызды теңдей 2-ге бөлеміз. Бірі үлкен, бірі кіші етіп 4-ге бөлеміз. Үлкен бөлігін дөңгелек күлше етіп жайып аламыз. Жайылған күлшенің шеткі бөлігін кесіп шығамыз. Күлшемізді кесеге орналастырамыз. Дайын болған салмамызды күлшеміздің үстіне саламыз. Күлшеміздің шеткі жақтарын созып, күлшемізді жақсылап түйіп шығамыз. Енді кіші күлшемізді жайып шығамыз. Бұл құмырамыздың табаны болады. Пергамент төселген қағазға орналастырып, құмырамызды кеседен ажыратып аламыз. Кіші күлшеміздің үстіне орналастырып, табанын жақсылап бекітеміз. Жаңағы үлкен күлшеден қалған қамырды ширатып өреміз. Кішкене бөлігін алып қаламыз. Құмырамыздың тұтқасын жасауға. Жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүт қосып, жақсылап араластырып, құмыраларымыздың бетіне жағып шығамыз. Қалауымызша кунжут, мак сепсеңіздер болады. Құмыраның үстіңгі бөлігін зубочисткамен тесіп шығамыз. Ішіндегі салмасы жақсы пісіп шығу үшін 180 градус пеште 40-45 минут пісіріп аламыз. Құмырадан жасалған қуырдағымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлмира Темірхан. Аман, сау болыңыздар.